Ассалаумағалейкум, менің 53.400 бірдеңке көрермендерім. Қалайсыздар ма? Қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Денсаулықтарыңыз қалай? Ауыл аймақ потатайлағанмен есен ба? Сөйлеуге уақыт болмай қалды ма? Же болмаса біздің 2 сағатымыз ұрлап жеп қойып, содан кейін сөйлей алмай жүрік па? Сондай болып жатыр. Қазақстанда да уақытты да жетті дейді, 2 сағат артқа жылжытып уақыттың барлығын. Алматыда 4:30-да күн батып жатыр. Білмеймін, енді Өскемен, Семей жақ қалай болып жатыр екен, олар енді білмеймін. Қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Денсаулықтарыңыз қалай? Ресей жайлы, Украина жайлы әңгіме кетейін деп тұр. Қазір бір ақпарат шықты. Зеленский Донбасстан бас тарту мүмкін деген ақпарат шықты. Американың біздің тілмен айтқанда елшілерімен Майамида жолыққан соң енді Еуропаның, енді Майамиде тек Еуропаны шақырмаған ау. Украинаның елшілері мен өзінің елшілері Американың сол жерде келісіп, ол жерде айтылған әңгімені Еуропаға келіп айтып, сөйтіп енді екі ортада Зеленскийдің адамдарының өзі елші болып жүр ау, не болса да. Енді Донбастан бас тарту мүмкін, еуропалық басшылармен ақылдасқан соң деген ақпарат шықты қазір. Одан кейін мынау НАТОның бастығы деп айтсақ болады, Рюте, Марко Рюте ма? Рюте. Сол айтыпты. Оның алдында да айтқан еді, біз Ресеймен соғыс алаңының алдында тұрып, Ресей есікті қағып тұр. Егер есікті ашсақ, кезінде аталарымыз, әкелеріміз соғысқандай бізде соғысуға дайын тұруымыз керек деп. Осы бір 2 ай алдын мекен, же болмаса 1 ай алдын мекен, НАТО өзінің 600.000 әскерін Германияға апарып жинаған еді. Ол жерде не әңгіме айтты, же болмаса бізде де әскері бар деп көрсетті ма? Осы енді соғыс болып жатыр ғой қазір, енді соғыс болып жатыр. Еуропамен соғыс болып кетуі мүмкін, Еуропаға Ресей шауып кетуі мүмкін деген ақпарат шыққан еді. Енді фамилиясын Лебедев деді ма? Лебедев. Не болса да мынау сыртқы істер министрінің аты кім еді? Сергей Лавров. Сергей Лавровтың орынбасары деп айтсақ та болады. Сол айтыпты. Егер Еуропа бізден қорқатын болса, бізді басып кетеді, соғыс ашып жібереді бізге қарақ деп, бізге қарай деп ойлайтын болса, онда біз қағаз жүзінде келісімге келейік. Кезінде де Украинаның ядролық қаруын алған кезде келісімге келген ғой енді. Сол сияқты келісімге келейік, Ресей Еуропаға шаппайды деген әңгімеге такмен жүзінде қол қояйық, біз шаппаймыз деді. Бірақ кім айтты? Путин айтты, егер соғысатын болса, біз соғысамыз деді. Енді ол кезінде біздің заманымыздан қайда бұрын, атын ұмытып тұрмын, бірақ мынау Германияның канцлері айтыпты, Ресеймен келген келісім, мысалға енді Қазақстан мен Ресейдің арасында, Ресей мен Германияның арасында келісімге қол қоясың ғой. Ресеймен келген келісім сол қойылған қағаздың құнынан төмен болады. Олар өзінің берген уәдесін ұмытып қалуы мүмкін деген ғой. Құны жоқ, мен қандай келісімге келсең де керек кезде лақтырып кетеді деген сияқты. Жалпы сондай. Одан кейін мынау НАТО елдеріне қайта Ресейдің дрондары кіріп жатыр екен. Өзіміздің түрік бауырларымызға 5 күнде деді ма, или 1 апта дейікші, 1 аптада 3 рет, болмаса 4 рет дрондар кірген. Және Анкараға дейін барған ғой. Анкараға енді жетпей, бір 150 километрдің көлемінде Анкараға жетпей, енді біреуін атып түсірген, біреу өздері құлаған. Ол барлаушы дрондар дейді. Енді бұған қарап та ойлап қаласың, енді кезінде соғыс басталмай жатып, Ресейді әлемдегі қаруы екінші мемлекет, мықты мемлекет деп келдік қой. Соғыс болды, бірақ ондай болмай шықты. Енді НАТОны да мақтаймыз ғой, ойбай, НАТО елдері егер шыңғыр істе үйтіп жібереді, шыңғыр істе бүйтіп жібереді деп айтамыз ғой. Бірақ Түркия НАТОның құрамындағы ел, бірақ же болмаса Түркияға НАТОның қаруларын әлі бермеген. Не болса да ол мұсылман ел ғой. Түркия деген енді Еуроодаққа кірмеген, тек қана
әскери солтүстік Атланта ұйымында ғана бар. Оған же болмаса қару бермеген ба, қалай ол Анкараға дейін басып кірді, Анкараға дейін кіріп ол барлайтын дейді. Мына мысалға жерді көреді, қай жерде не бар, мына жақта Путин қарап отырады деген сияқты ғой. Енді білмеймін не болады екен. Енді білмеймін. Мен ойлап қоямын, өйстіп келіп, бәрібір бір сол Еуропа мен Ресей бір қырқысады-ау. Соған апарып жатыр-ау. Келісім созылып бара жатыр ғой, не болса да. Одан кейін мынау Қазақстанның тағы бір әңгіме айта кетейін. Ресейге енді алдында Модиге барып қайтты ғой, Индияға барып, екеуі құшақтасып, екеуі жайлы мультфильм шығарып, Индияда енді былай айтсаң кино кәдімгідей. Индиядан мигранттар келетін болыпты, неге десеңіздер, кез келген елде былай дейді. Өзінен төмен елден адамдарды алып келеді. Сендерден де мынау мысалға Индияның барлық халық қазір Ресейден жақсы өмір сүріп жатыр деген сөз жоқ. Бір Индияда тек кедей, тек бай болады. Байлары бай, кедейлері кедей. Енді көшеде жатып, үйтіп жүргенде Ресейге алып келеткенде, енді Ресейде мигрант болып жұмыс жасайды екен. Енді Ресейге келген олар айтады ғой, сендер бізден жақсы өмір сүріп жатыр екенсіңдер деп, оған халыққа әсер етеді, халық өйдеді, біз жақсы өмір сүріп жатыр екенбіз деп, мысалға қай елге де шеттен мигрант келетін болса, өзінен төмен елдің мигранттарын алып келеді, де өзінен төмен елдің киносын көрсетеді дейді. Ол да бір идеология дейді да. Сен қара, жақсы өмір сүріп жатсың. Бір күн тамағың болса, шүкір де, елбасы жасасын деген сияқты әңгіме айтады екен да. Сол 5 миллион Индия келеді деді. Былай қарасаңыздар, енді Индияны буддист дейді ғой, бірақ Индия көп құдайшыл ел да. Анаған да сенеді, мынаған да сенеді, сиырға да табынады, Буддаға да табынады. Бірақ Индияның ішінде, мен қайта айтпасам, мұсылмандар ең көп ел Индия. Сол елден келмей жатып, келгендерді уже соғысқа айдаған ғой. Ресейге келген, Ресейге түскен, ізім қайым жоқ. Бір қараса соғыста великий деп айдап жатыр екен. Индияда митинг болыпты, сол туысқандары, біздің балдарымыз барған, бірақ ізім қайым жоқ деп жатыр. Енді 5 миллион Индия кесе, бір 2-3 жылдан кейін Ресейдің балалары енді қоңыршыл боп, алдында біреу жазып өтті. Нейді? Александр Чакрабордилер шығады енді. Александр Чакраборди, Александр Моди, Александр Путин Моди деп енді. Бәрібір ол 5 миллион адам кесе, бәрі ол үйленеді. Орыстарға үйленеді. Сөйтеді де сонымен Индия болайын деп тұрған әңгіменің ашығы. Бірақ Индиядан келгеннің көбісі соғысқа айдап жатыр екен, енді ол енді Ресейге барған өте қауіпті болып тұр. Кеше бір таксиге адам мінді. Орыс екен. Майамиге кетейін деп жатыр. Қазақстанға келіп қалған едік деп орысша жіберді деген сонымен мінді. Немесный дейді. Дедім сонымен. Қаяқтансыз десем, Санкт-Петербург дедім, Мәскеу деді ғой, Мәскеу деді айтымен. Как движуха дедім, сөйтсем, ол ойлап қалды, өзің не жұмыс істейсің деп сұрап жатыр деп. Анау мынандай жұмыс істейін деп жатыр. Мен айттым, жоқ, ол движуха емес, Путин айтқан движуха не болып жатыр десем. Болып жатыр деді. Жақындарыңыз бар ма, барып соғысқа барып өліп қалған десем. Жақын жоқ, бірақ туысқан 2 баласы барып, 1 айдан кейін табытпен алып қайтты. Ондай жағдайлар болып жатыр. Мәскеуге дейін Украина атып жатыр. Мәскеудің жан-жағында әуе шабуылына қарсы құрылымдар жұмыс істеп тұр дейді, не болса да енді. Енді білмеймін енді. Сонымен шақырса барасыз ба деп айтайын дедім де, ол болмай қалды, түсіп кетті, сонымен әңгіме бітті. Одан мына Қазақстан стандарының барлығы Жапонияға барып, Жапонияның ана әйел премьермен жолығып, екеуі кездесіп, енді ананша документке қол қойдық, мынанша документке қол қойдық деп айтып жатыр ғой енді. Қайтып келіп енді Путинмен жолықты да. Мен ойлаймын, Америкаға барып қайтып келіпті, барлық стандар келіп Путинмен жолығады. Жапонияға барып келіпті, Евразиялық экономикалық дейді. Мен сол Евразиялық экономикалық ұйым бізге бір пайда беріп жатыр ма екен деймін. Или біздің тілмен айтқанда показуха ма екен, барып айтып жақсы сөйлеп, о, кім мықты, сен мықты, кім мықты, біз мықты, біз үйтіп жатырық, бүйтіп жатырық деп құлақтан бір-біріне іліп қайта ма екен деймін да.
Путиннің алдына бесеу отырды. Тоқаев, Мирзоев барды ма деймін. Мирзоев та барды ғой деймін, или бармады. Оны қате айтуым мүмкін, білмеймін оны. Жапаров, Рахмонов, Бердімұхамедов, одан кейін Пшенян кепті. Пшенян келген, енді ол жерде әңгіме болып жатыр екен. Тәжікстан президентіне Путин көңіл айтты. Алдында бір теракті болып, Ресейдің бір оқушысы Тәжікстанның азаматы Ресейге жұмыс істеп жүрген баланы өлтіріп қойды. Сол жерде айтып жатыр. Бұл өте өкінішті жағдай, баланы өлтіру деген ол өте қиын ғой дейді, бірақ ар жақта Украинаның балдарын движуха қылып жатыр да енді. Жалпы сол одан кейін мынау Әзербайжан президенті айтыпты, ол енді олында еуропалық экономикалық ұйымға келіп, сенде енді отыр бетің жылтырап, бір-бірімізге енді күліп отырайық деп айтыпты. Рахмет, тойдық, мен кемеймін, өздерің өткізе беріңдер деп Ильхам Алиев айтыпты. Айналайын Путинжан, өзің енді әңгіме айта бер, енді мен бара алмаймын деп. Жалпы сондай. Еуразиялық экономикалық ұйым енді білмеймін, бізге бір пайдасын беріп жатыр дегенге мен енді білмеймін. Жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Не болады бұл? Не болады? Жақсы, байланыстамыз.